Бұл кім көрінгеннің ойнақ салатын жер емес. Бұл әділдік орнататын құзырлы орын. Бұл жерде бейбастақтық жасағандар заң шеңберінде жазаланады. Барлық бақытты отбасылар бір-біріне ұқсайды. Ал басынан бағы тайған кез келген отбасының өзіне тән қиыншылықтары болады. Бақытты іздегенмен таппайсың. Бақытты әркім өзі жасайды. Ал тірнектеп жүріп қол жеткізген бақытыңнан бірақ сәтте айырылып қалуың ғажап емес. Қарсы алдыңда кім тұрғанын білесің бе? Ең мықты отбасылық сот судьясы Көзеде Енерсой. Ұлым құрылыс компаниясында жұмыс істейді. Құрылыс инженері. Өзің не деп тұрсың? Мен $1 миллион биткоин сатып алдым. Әкемнің сені тапсырған ақшасын алдым. Ол тіпті өзімнің де ақшам емес. Ал қызы медицина факультетінде оқиды. Биыл Erasmus бағдарламасы бойынша Голландияға оқуға кетті. 1 жыл сол жақта оқиды. Мен ешқашан дәрігер болғым келмеген, Толга. Ешқашан армандаған жоқпын. Бұрыннан билеуді армандағам. Енді билеймін. Сүйікті жарыма бәріңіздің алдарыңызда алғысымды айтқым келеді. Асыл жарым, саған қарыздармын. Сіздерге қонағымды таныстырғым кеп тұр. Мына сұлу әрі жас келіншек менің 30 жыл отасқан күйеуім, Тарықтың 5 жыл бұрын үйленген әйелі. Ал мына сүйкімді қыз Тарықтың қызы. Күн сайын алданған арман телехикаясы Қазақстанда.